Баршаңызға қайырлы күн. Бұршақтан сорпа жасаймыз. Өте дәмді, құнарлы тағам. Бұршаққа жылы суды құйып, жібітіп қою керек. Етке суды құйып қайнатамыз. Пиязды екіге бөліп тураймыз. Болгар бұрышын майдалап турап шығамыз. Сәбізді де орташа қалыңдықта турап шығамыз. Қайнаған еттің бетіндегі көбігін алып тастау керек. Және де бұршақты салып, 1 сағат қайнатамыз. Пияз саламыз, помидор саламыз, сәбіз, 1 ас қасық тұз, татымына қарай тұз. Картошканы салып, 1 сағаттай қайнатып қоямыз. Жай отта болгар бұрышын саламыз, лавр жапырағын, және де бұршағымыз жұмсарғанша жай отта пісіреміз. Ас болсын.